Сәлем, керемет кино каналына қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге Чудо деп аталатын киноны мазмұндап берем. Бұл фильм кем болып туылған баланың алғашқы мектепке барған шақтағы қиын кезеңдерін баяндайды. Ладно, пошли. Вы куда? Я с тобой говорю, голым. Где там твое кольцо? Моя прелесть. Бұл киноның басты рөлінде Оги Пуман деген ол бала үнемі космонавт шлемінде жүреді. Оның жасы 11-де, космонавт болуды армандайды. Звездные войны киносын ұнатады және де компьютерлік ойындар ойнағанды, сонымен қатар велосипед тепкенді жақсы көреді. Бұл баланың басқа балалардан ерекшелігі оның туылғаннан бергі генетикалық ауруы, яғни оның беті қисық болып туылған. Ол туылғаннан бастап бетіне 27 операция жасалып, көзі көріп, сөйлеп, тамақ іше алатын жағдайға жеткен. Бұл операциялар баланың бетін жақсартса да, әлі де болса түрі ұсқынсыздау. Аулада балалар бұл баланы көріп қашқандықтан, ол космонавт шлемін киіп, бетін жасырып жүреді. Ол осы уақытқа дейін үйінде оқыған, яғни анасы оған санауды, жазуды өзі үйреткен. Енді ол 5-ші сыныпта мектепке барып оқуы керек. Осыны Оги және ата-анасы мен әпкесі Вияда уайымдап жүр. Міне олар мектепке келді. Директор Огиге экскурсия ұйымдастырамыз дейді. Мына балалар Джек, Джулиан, Шарлотта алғашқы болып Огимен танысады. Сол кезде Оги төмен қарап тұрып олардың аяқ киімдеріне қарады. Осыдан Джулианды жаңа аяқ киіммен бай отбасынан, Джектің жағдайы орташа, ал Шарлоттың аяқ киімі тым жылтырақ екен деп ойлайды. Солайша олар Огиге мектепті аралап көрсетуді бастады. Шарлотт өзінің жетістіктерін айтып мақтанса, Джулиан әр кабинетпен жақсылап таныстырып жүр. Сол кезде Джулиан бетіңе не болған деп сұрағанда, ол ұялып тұрып қалды. Сөйтіп үйіне қайтқанда анасы экскурсия қалай болды деп сұрайды да, ешкімге мән берме дегеннен басқа ештеңе айтпайды. Ал әкесі болса, біреулер ренжітсе қарсы жауап бер деп сыбырлайды. Келесі оқудың бірінші күні барлығы Огиді мектепке дейін шығарып салады. Ол космонавт шлемімен жүр. Әкесі сол кезде шлемді шешіп, қорықпай, мойымай, басыңды тік ұста деп ақыл кеңес береді. Сөйтіп бала мектеп ауласында келе жатқанда барлық балалар оған қорқынышпен қарайды. Сыныпқа кіргенде мұғалім өздерің туралы қысқаша айтып беріңдер дегенде, Джулиан өзін мақтаса, Оги өзі туралы мағыналы сөздермен жауап береді. Солайша үзілісте Джулиан Огиге келіп, сен тамақ жеген кезде құбыжық секілді шапылдап жейсің деп мазақ етеді. Сыныпқа кірсе де балалар жанында отырғысы келмей кетіп қалса, дене шынықтыру сабағында балалар доп лақтырып мазасын қашырады. Кейін Джулиан мектептен шығарда Огидің шашының өрілгенін көріп тағы да мазақ қылдырады. Сөйтіп ол үйге ашуланып кіріп, әпкесінің бөлмесіне барып өрілген шашын қиып тастайды. Кешкі аста бала шлемін киіп алып шешпей қояды. Ата-анасы сөйлетейін деп еді, Оги көңілі түсіп бөлмесіне кетіп қалады. Сол кезде үлкен қыздары Оливия барлық көңілдері Огиге ғана аударатындар үшін ренжіп қалады. Келесі күні қыз өзінің жақын құрбысымен кездескенде, құрбысы шашын бояп, мұрнын тестіріп, енді Виямен сөйлескісі келмей кетіп қалады. Бұл жеткіншек жас қызға үлкен соққы болды. Себебі ол мұндай кездері әжесімен сырласушы еді. Қазір әжесі қайтыс болған, ал ата-анасы Огимен әуре болғандықтан ол өзін керексіз адам секілді сезініп жүр. Сөйтіп ол театрлық топқа жазылып, Джастинмен танысады. Ал Оги мектептегілермен фотоға түсіп жатқанда, оған әрі тұр дегенде, мұғалім оған бірге түсеміз деп айтады. Бұл кемістігі оның оқуының үлгеріміне мүлдем әсер етпейді. Себебі ол бақылау жұмысын өте жақсы жазып, жанындағы Джекке көшіруге де береді. Сол үшін Джек алғыс ретінде түскі ас кезінде Огимен бірге тамақтанады. Сөйтіп олар дос болып, сабақтарын бірге дайындап, ойын ойнап, уақыттарын жақсы өткізеді. Солайша міне Хэллоуиннің уақыты келгенде Оги Крик фильміндегі костюммен мектепке келеді. Сөйтіп беті көрінбей келе жатқан Оги өзін сенімді ұстайды. Сол кезде сыныпқа кіріп барса, Джулия мен басқа балалар Огидің түрін айтып, менің түрім осындай болса, үнемі бетімді жауып жүрер едім деп айтып жатқанын естіп, көңілі түсіп кетіп қалады. Будь у меня такое лицо, я бы ходил в капюшоне. А я бы просто повесился бы.
Үйге келгенде әпкесі оған бұл өмірде барлығы керемет бола бермейді деп сыртқа қыдыруға алып шығады. Ал мына жақта Джек анасымен сөйлесіп отырғанда Джек Оггиге алғашқыда экскурсия өткізгісі келмегендігін, бірақ анасы мектепте стипендия төлегені үшін көндірген. Сол кезде Джек Джулианмен дос болғысы келмейді, Оггиге жаны ашитындығын айтады. Мектепте балалар әлі Оггиді мазақ етеді. Бұл Саммер деген қызға ұнамайды да, ол Оггидің жанына келіп отырып, олар жақсы сөйлесіп кетеді. Келесі күні Миранда Вияның жігітімен көреді де, Оггиге хабарласып, әпкесі туралы сұрайды. Ал мына жерде Миранда анасы мен әкесі ажырасқаннан кейін, әкесі жас әйелге үйленіп кеткеннен анасы ішімдікке құмар болып кетті. Осы уақыттарда Миранда Вияның үйінде ол өзін отбасы мүшесі ретінде сезінді, яғни құрбысы емес, туған әпкесі секілді болды. Осы Оггидің басындағы шлемді Миранда сыйлаған болатын. Сөйтіп ол жазда ақша табу үшін лагерге аттанады. Себебі үйдегі анасының ішімдік ішіп жүргенін көрмеу үшін кетіп қалады. Сол жақта ол өтірік бауырының түрі бір түрлі екендігін айтып, барлығының назарын аудартады. Лагерден келген соң ол Виядан осы үшін ұялып қарым-қатынасын үзген болатын. Және де ол құрбысының осындай керемет отбасы бар екендігіне қызыға қарайды да, Рождествоны олармен бірге қарсы алғысы келеді. Біраз уақыттан кейін Джек Саммерден неге сен бізден қашқаттайсың дегенде, Огги сендердің оны жамандағандарыңды біледі дейді. Солайша Джек Огги алдында өзін кінәлі сезінеді. Бір күні сабақта Джулиан Джекті шақырғанда келмегеннен кейін екеуі үзілісте төбелесіп қалады. Бірақ Джек төбелестің негізгі себебі Джулиан Оггиді жамандағаны үшін екендігін айтпайды. Сөйтіп директор Джекқа қағаз жүзінде ғана жаза тағайындайды. Ал Оггидің отбасында олардың иттері өліп, көңіл-күйлері түсіп кетеді. Сол кезде Огги өмірде ешкім мәңгі емес екендігін түсініп, ойын ішінде Джекпен татуласады. Келесі күні мектепте спектакль болайын деп жатыр. Басты рөлдерді Джастин мен Миранда сомдамақшы, бірақ қыз орнына Вия ойнасын деп өтірік ауырып тұрмын деп кетіп қалады. Сөйтіп Вия рөлді өте жақсы сомдап шығады. Солайша олар қайтадан достасады. Ал Огги болса мектептегі ғылыми зерттеуден бірінші орынға ие болады. Осы кезде Джулиан Оггиді мазақ етіп сурет салған үшін оны мектептен шығарып жібереді. Соңында бұл қылығы үшін өкінетіндігін айтады. Көктем келгенде Огги балаларымен жиналып лагерге аттанады. Сол кезде үлкен балалар Оггиге тиіскенде, оның жанындағы достары оны ренжітуге жол бермеді. Солайша ол оралғанда барлығына риза болып келеді. Сөйтіп, 5-ші сыныпты бітірген уақытта директор Оггиге оның қайсарлығы мен білімділігі үшін медаль беріп марапаттайды. Себебі ол басқа адамдардың ойының өзгеруіне себепші болды. Міне, түрі ұсқынсыз бала көп баланың ішінен таңдалғанына қуанған анасы оны чудо деп атайды. Осымен кино аяқталады. Бұл кинодан түсінгеніміз әр адам өзінің кемшілігіне қарамастан үлкен жетістіктерге жете алары сөзсіз. Ал осы қиын кезеңнен өту үшін жақын адамдар демеу көрсетсе үлкен жақсылық. Және де осы видеоны ешқашан балалар кемтар болып туылмасын деген тілекпен аяқтаймын. Егер бұл кино ұнаса, каналға тіркеліп, кино жайлы пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.